Бүгін Атырау қаласының жұртшылығы елордамыз Астана қаласында 12-15 қыркүйек аралығында өткен әлемдік WorldSkills Қазақстан 2016 байқауының қатысушыларын қарсы алды. Байрақты бәсекеде облысымыздың намысын 12 студент қорғап, нәтижесінде Атырау индустриалды колледжінің 3-ші курс студенті Елеусінов Азамат күміс жүлде иеленді. Жалпы жарыс өте қиын болды. Қарсыластарымда осал болған жоқ. Тапсырмалар да өте қиын болды. Екінші орын алып келіп отырмын. Атырау білім беру басқармасы мен жастар саясатына өте үлкен алғысымды білдіремін. Солардың арқасында осындай мүмкіндіктерге жетіп, Астана қаласына жарысқа барып келіп отыр. Соларға алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта енді жарыстар болса қатысып, да бағым сынап көремін. Жолдама дегенде 2017 жылдың басында Анкара қаласына жолдама берілді. Оны министрліктің өздері хабарласады. Мен маляр және декоративтік отделка. Маляр трафаретті жабыстырдым. Трафаретті болды, обой болды, осын колеровать ету болды. Атырау индустриалды колледжінің директоры Тайпанов Халидолла студентінің жеңіске жеткеніне дән риза. Біздің Атырау индустриалды колледж емес, біздің қаламыздағы политехникалық колледж, сервизі, энергетика колледжінен жеңімпаздар барды. Соның ішінде енді біздің студентіміздің жүлделі орын алып, құрама командаға ену біз үшін үлкен қуаныш. Азаматты бірінші курстан бері сыршы, сылақшы мамандығына дайындап келе жатырған ұстазы Сүлейменова Алтыншаш Азамат еңбегіңді ақтады дейді. Астана арқылы осы облыстық неде жеңіп Астанаға бардық. Астанада 6 облыс қатысты. 6 облыстың ішінде өзіміз жаңа 2-ші орынға иеленіп келдік. Енді конкурс жағы өте қиын болды. Тіпті орын аламыз деп ойлағанда жоқпыз, бірақ сәті түсіп, осындай баламның жемісі, жұмысымның еңбегімді көрсетті балам. Азамат туралы енді өзінің мамандығын есін көрсете білді, тәртіпке бағынды. Бізде ол жерде жаңа бағаға қойылған мәселе көп болды. Объективно, субъективно бағаланды. Сондықтан жаңағы соның бәріне өтіп шықты, тәртібі де берді. Азамат 2017 жылы Түркия еліне барып, 2 апта көлемінде білімін шыңдап келеді. Байқауда бағын сынаған барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Әрдайым жеңіс тұғырынан көріне берейік.